Саламатсыздар ма, құрметті Edulайф олимпиадасының қатысушылары, ұстаздар және оқушылар. Бүгін көпшіліктің сұрауы бойынша мұғалімнің жеке кабинетінен тіркелген оқушыларды қалай олимпиадаға қатыстыруға болатыны туралы видео сабақ жазбақшымыз. Осыған дейін біз әр жеке тіркелген адам олимпиадаға қалай қатысатыны туралы видео салған болатынбыз. Ол үшін мұғалімнің жеке кабинетінде менің оқушыларым деген бөлік бар. Сол бөлімді басамыз. Сосын төменде оқушылардың тізімінен оқушылар таңдап аламыз. Мәселен, Махмутов Еркебұлан деген баланы қатыстыру үшін олимпиаданы таңдаңыз деген бөлімді басамыз. Сосын lesson деп тұр, яғни пән таңдаймыз. Мәселен, география 7-ші сынып. Қатысуды басамыз. География 7-ші сынып, 59 минут 51 секунд. Тапсырмалар 20 тапсырма. Басып көруге болады. Назар аударыңыздар. Максималды дұрыс жауап таңдалды деп тұр. Яғни, бұл сұрақта бір жауапты, сондықтан екінші сұрақты таңдауға болмайды. Немесе, екінші сұрақтың орнын ауыстыру керек болса, мынаны өшіресіз де басқасын таңдай бересіз. Грузияның астанасы жанынан өтетін өзен қай елден басталып қай теңізге құяды? 3 жауапты таңдайсыз. Әзербайжан, Армения, Жерорта теңізі. Келесі 5. Қандай табиғи зонаға тән жағдай? Жыл бойы жоғары температура, ылғалды, жыл бойы күнделікті жауын-шашын өседі. Ылғалды экваторлық орман. Соңғы сұраққа жауап бердік. Финишті басамыз. Енді оның нәтижесі қайда болады? Жаңа менің оқушыларым деген бетті басасыз. Махмутова Еркебұлан деген баланың жанында олимпиада нәтижесі деген сөзді басасыз. Сонда сертификатты көру дегенді басайық. Міне, сертификатын көру дегенде шықты. Edulайф KZ республикалық қашықтық олимпиада сайты географиямен ұйымдастырылған онлайн олимпиадаға Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасы Бегалиев атындағы жалпы орта мектептің оқушысы Еркебұлан Махмутов қатысқан растайды. Сондай-ақ сертификатты JPEG, PDF форматта көшіріп алуға болады.